Сәлем достар, бұл мен Айдана. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы жатыр мойны эрозиясы. Жалпы жекеме осы эрозияға байланысты көптеген сұрақтар келеді. Босанбаған қыз-келіншектерге эрозияны күйдіруге бола ма? Жүктілікте кезінде немесе босанғаннан кейін күйдіруге бола ма? Күйдірген зиян емес па? Свечалармен емделе ма? Неге осы эрозия жиі қайталанады? Эктопия дегеніміз не? Эрозия шынымен де раққа алып келе ма? Неге кейбір мамандар, дәрігерлер жатыр мойны эрозиясы деген диагноз жоқ дейді. Қалай емдеген дұрыс деген сұрақтар жиі қойылады. Осы сұрақтарға жауап ретінде осы видеомды ұсынбақпын. Әрине сіздерден лайк, кері байланыс және видеоны соңына дейін көрсеңіздер. Жатыр екі бөліктен тұрады. Осы әйел жыныс ағзаларының барлығының негізгі қызметі ол жүктілік процесін қамтамасыз ету. Соның ішінде ең маңызды рөлді осы жатыр алады. Жатыр екі бөліктен тұрады дедік. Жатыр денесі және жатыр мойны. Жатыр мойны қынап пен жатырды өзара байланыстыру. Оның да негізгі қызметтерінің бірі осы жүктілік процесіне қатысу болып табылады. Жатыр мойнының канал, яғни өзегі болады. Оны цервикальды канал деп атаймыз. Және де ол жатыр каналының жатырға қараған бөлігі және қынапқа қараған бөлігі болады. Қынапқа қараған бөлігі көп қабатты мүйізделмейтін жалпақ эпителиймен қапталған, яғни тысталған. Ол қалыпты жағдайда қызыл қанық түске ие болады. Ал өзектің каналдың ішкі беті, яғни жатырға қараған бөлігі, ол ақшыл, қызғылт түсті бір қабатты цилиндр тәрізді эпителиймен қапталған. Осы екі эпителийдің қосылған аймағын, яғни біріккен аймағын біз трансформация аймағы ғылыми түрде немесе тоғысу аймағы деп атаймыз. Және де осы аймақтың тоғысу аймағының орналасуы әрбір қыз-келіншектің организмдік ерекшеліктеріне және гормондық белсенділігіне байланысты әртүрлі орналасуы мүмкін. Егер жыныс гормоны эстроген, осы әйелдік гормон көп болатын болса, онда каналдың ішкі бетін тыстайтын, қаптайтын бір қабаты цилиндр тәрізді эпителий сыртқа қарай, қынапқа қарай ығысады да, тоғысу аймағы сырт жақтан көрінеді. Бұл эктопия деп аталады. Эктопия ол норма, яғни қалыпты жағдайда кездесетін жағдай болып табылады. Және де бұл қауіпті емес. Көптеген осы гинекологтар, дәрігер мамандар осы эктопияны көреді да, оны эрозиямен шатастырып алуы мүмкін. Бірақ естеріңізде болсын, эктопия дегеніміз ол қалыпты жағдай, яғни норма, ол ешқандай ауытқу емес. Ал кейбір жағдайда тоғысу аймағы, трансформация аймағы цервикальды каналдың аузында болады. Немесе гормонның мөлшері азайған жағдайда, кейбір қыз-келіншектерде эстроген мөлшері аз болса, онда тоғысу аймағы цервикальды каналдың ішіне қарай еніп орналасуы мүмкін. Енді жалпы эктопия дегеніміз норма десек, ал эрозия дегеніміз не деген сұрақ туындайды ғой. Эрозия дегеніміз ол жара, яғни осы шырышты қабаттың, жатыр мойнын шырышты қабатының зақымдалуын біз эрозия деп атаймыз, жара деп атаймыз. Ол жараның көптеген себептерден пайда болуы мүмкін. Солардың бірі, осы себебінің бірі, ол қабыну, суық тию деп те айтып жатады, инфекциялардың пайда болуы. Мысалға, венерологиялық, яғни жыныстық жолмен берілетін инфекциялар осы жараның пайда болуына алып келуі мүмкін. Қандай инфекциялар? Хламидия, уреоплазма, токсоплазмоз деген сияқты қабыну процестерін тудыратын инфекциялар осы жараның пайда болуының негізгі себептері болып табылады. Немесе воспаленияның болуы, көптеген выделениялар келеді, солардың барлығы осы жатыр мойнын шырышты қабатын зақымдайды инфекциялардың. Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтардың барлығы мүжіп сол шырышты қабаттар жей бастаған кезде ол жерде жара пайда болады, одан эрозия пайда болуы мүмкін. Ал екінші себебі ең жиі кездесетін ол травма. Яғни, мысалы біз контрацепция, жүктіліктен қорғану үшін арнайы құрылғылар пайдаланамыз, немесе қынапқа бөгде заттың енуі нәтижесінде жатыр мойнын шырышты қабаты зақымдалуы мүмкін. Сол кезде жара пайда болады. Ал үшінші себептердің бірі ол осы әйелді гинекологиялық тексеріс кезінде, яғни
қандай да бір жағынды мазок алып жатқан кезде жатыр мойнын шырышты қабатын зақымдап алуымыз мүмкін. Сол жағдайда осы жара пайда болады. Енді осы эрозия қалай көрінеді бізге клиникалық көрінісі? Жатыр мойнында нервтік талшықтар өте аз орналасқан біздің сыртқы жыныс ағзаларымызға қарағанда, және де ауру сезімі көп жағдайда біліне бермейді. Не үшін қазіргі кезде қыз-келіншектер осы жатыр мойнына рагы жиі көп кездесіп кетті, жатыр мойнында патологиялар көп кездесіп кетті? Себебі көп қыз-келіншектер оны жіберіп алады, білмей қалады. Себебі ол жатыр мойнында пайда болған өзгерістер патологиялық ешқандай белгі бермейді. Көп ұзақ уақыт жүре бересіз, себебі нервтар аз орналасқандықтан сіздің нервіңізге тимейді, яғни ауру сезімі сезілмейді. Кей жағдайда выделениялар, бөлінділер болуы мүмкін. Немесе мына тұрмыстағы қыз-келіншектерде жыныстық қатынастан кейін ауру сезімі пайда болуы мүмкін. Немесе қанды бөліністер бөлінуі мүмкін. Сол жағдайда ғана байқалмаса, былай қалыпты жағдайда сезе бермейсіздер. Көбінесе осы гинекологтың тексерісіне келген кезде, жалпы қаралуына келген кезде айнамен қараймыз. Сол кезде ғана жатыр мойнындағы өзгерісті жараны анықтай аламыз. Сондықтан сіздерге айта кететінім, міндетті түрде жылына бір рет гинекологтың қабылдауында болуларыңыз қажет, ол өздеріңіз үшін. Енді қалай емдейміз деген сұрақ туындайды. Жалпы ең бірінші біз гинекологтың қабылдауына барып, міндетті түрде жатыр мойнында қандай да бір патологиялық өзгеріс бар ма, жоқ па, соны анықтауымыз қажет. Ол шынайы түрде эрозия ма, әлде эктопия ма, немесе басқа бір патологиялық өзгеріс па, соны анықтауымыз қажет. Көп жағдайда, егер шынайы түрде эрозия болатын болса, оны гинеколог айнамен қараған кезде жай көзбен анықтауға болады. Ал егер кейбір жағдайда шынайы эрозия, жаңа айттым ғой, цервикальды каналдың ішіне қарай еніп орналасуы мүмкін, тоғысу аймағы деген сияқты. Онда арнайы құрылғы бар, кальпоскоп деген, ол жатыр мойындарыңызды үлкейтіп, ұлғайтып, сол жерде болып жатқан өзгерістерді көрсетеді. Яғни кальпоскопия әдісі арқылы суретке түсіріп жатыр мойныңызды, ол жердегі өзгерістерді анықтап көре аламыз. Мысалы, сотканың бетін суретті көріп, оны қай жерінде не бар екенін білуіміз үшін ұлғайтамыз ғой. Сол сияқты осы микроскоп қызметін атқарады, сол жердегі бейнені түсіріп алып жатыр мойныңызды, оны бірнеше есе ұлғайтып, бізге нақты диагноз қоюға көмектеседі. Одан кейін міндетті түрде дәрігерге барып, диагнозды нақтылауыңыз қажет. Одан кейін егер шынайы түрде эрозия болатын болса, онда ол эрозия кәдімгі қолымызға алған жарақат сияқты. Мысалы, қолыңызды кесіп алсаңыз, онда ол кей жағдайда емдеуді қажет етпейді, тек қана күтімді қажет етеді. Ол өздігінен жазылып кетуі мүмкін. Сол сияқты шынайы эрозия болатын болса, уақыт өте келе ол жазылады, яғни травмадан кейін ол жер қайтып қалпына келеді. Ал егер оның себебі инфекциялар болатын болса, онда міндетті түрде антибактериалды препараттар қолданамыз. Және де ол антибактериалды препараттарды тек қана дәрігер тағайындайды. Себебі сіз сол тексеріске барғанда арнайы жағынды, яғни мазок тапсырасыз. Сол мазоктың нәтижесінде қандай инфекция екені, қандай антибиотик қолдануға болады екені анықталады. Сол жағдайда сол нақты антибиотикті пайдалану арқылы дәл емін таба аласыз. Құрбым айтты, көршім айтты, әпкем айтты деп олар қолданған свечаларды, дәрілерді қолдануға болмайды. Себебі сіздің организміңіз екінші бір қыз-келіншектің организміне ұқсамайды. Себебі сіздікі ерекше жаратылған. Сондықтан міндетті түрде дәрігерге барып, нақты диагнозды қойып алуға тырысыңыздар, қойдыртып алуға. Және де осы эрозияны ең басты эктопиямен шатастыру мүмкін. Одан кейін фондық ауруға жатса, одан кейін рак алды аурулары дисплазиямен шатастырып жатады. Дисплазия дегеніміз ол жатырдың шырышты қабатының шынымен де өзгеріске ұшырауы. Осы дисплазия мен эрозияның арасында көптеген шатасулар болады. Сондықтан міндетті түрде жақсы маманның кеңесін алуларыңызды ұсынамын. Егер сізге шынайы түрде эрозия деген диагноз қойылса, онда уайымдамаңыз. Эрозия ол емделеді. Егер дәл емін тапсаңыз, ол қайталанбауы да мүмкін. Бірақ қайтадан травма алсаңыз, немесе жарақат алып, инфекция жұқтыртып алсаңыз, ол сондықтан ол қайталана береді.
Және де сіздерге айта кететінім, эрозияны егер қабыну процесінде болса, оны емдеу керек. Себебі емдемесеңіз, ол дисплазияға, ал дисплазия қандай да бір қатерлі раққа алып келуі мүмкін. Сондықтан дер кезде емдеген өздеріңізге абзалырақ. Кейбір мамандардың эрозия деген диагноз жоқ деп жататын себебі жаңа эктопиямен шатастыру нәтижесінде болуы мүмкін. Немесе эрозия өздігінен жазылатын болғандықтан, кейбір жағдай травма алғандықтан қайтып келесі тексеріске келгенде ол жер жазылғандықтан ештеңенің болмай таза болып шығуы да сондықтан. Ал кейбір мамандардың осы трансформация аймағын шатастырып, эктопияны эрозиямен шатастырып алып, сіздерді жүгіртіп те қою мүмкін. Сізде эрозия ойбай деп, сондықтан ең дұрысы жақсы маманға барып, жақсы кеңес алып, дер кезінде емделу қажет деген кеңес беремін. Денсаулықтарыңыз сау болсын. Қыз-келіншектер, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды күтіңіздер, себебі сіздің денсаулығыңыз ол болашақ ұрпақтың денсаулығы. Келесі кездескенше